Йо, бәріңе сәлеметсіздер, сендермен Асхат. Бүгін біз Skibidi Toilet'тің ерекше әлеміне қайтадан оралатын боламыз достар. Иә, бүгін Skibidi Toilet'тің ерекше әлемінде, сағат әлемдерінде 10-шы серия шықты. Комментарийға бәріңе жазғандарыңа үлкен рахмет. Мен есіне шыққан. Вообще мен YouTube'ма рекомендацияға шыққан жоқ осы 10-шы серия. Может, өте қызық емес серия болғандықтан маған рекке шықпай қойды, короче. Сендерге үлкен рахмет комментарийға жазып кеткендеріңе. Вообще, бір Skibidi жаңа серия шықты. Сразу комментарийға бәр жазып кетеді. Асхат, Skibidi жаңа серия шықты, неге көрмейсің? Реакция қайда деп. Достар, реакция қазір болады. Ал видео бастамай тұрып, достар, өздерің білесіңдер не істеу керек екенін. Обязательно лайктарын бастар, комментарий қалдырыңдар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Осы үш нәрсені істесеңдер вообще топ болады. Так, ал енді біз 9-шы сериясынан бастайық қайтадан, да? Бірінші түсінуайық не болған, сосын 10-шы сериясын көретін боламыз. Бірінші не алдында не болған түсінейік. Мен есіме шығып кетті. Бір апта болды бұны көрмегеніме ше. Давайте, бастаймыз достар. Болды. Ал енді есіме сразу түсірді ғой, короче. Skibidi попес деген. В общем, біздің дреліміз оралды. Красавчик, мен сені жақсы көремін, родной. Так, бұл жерде сосын не отыр? Анау, байқадыңдар ше? Мынау, пистолет ше? Counter-Strike'тағы пистолет қой, просто шегемен атады да. Так, сағаттар шақырып алады, короче, базасына. Түсінікті, короче, түсінікті. Skibidi бар, қуып баратыр. Бізге не дрель боссы көрсетеді ғой. Маған ең қатты ұнаған сериясы ғой. В общем, бәрін айырады бұл. Красавчик. Бұл әлемде айтпақшы сағат босты өлтіріп қойған сияқты еді ғой, бұл әлемде де сондай бір нәрсе болған еді, есіме енді түсті. Біздің байқұс сағат босымызды тұтқынға алған еді ғой. Қазір дрель құтқарады деген теориям бар еді менің. 10-шы серияда құтқара ма, құтқармай ма? Не істеді? Болды. Короче, вибрациямен өлтіреді, я. Бұның күші вибрацияда ғой. Бірақ анау спикер босымыздың оралған... Ол оралды ғой айтпақшы. Маммен көп нәрсе есімне шығып кетіпті. Спикер бос пен дрель бос сағат босымызды қайтадан құтқару керек еді 10-шы серияда. Болды. Сразу 10-шы серияға түспекші, мен. Болды ғой, мен түсіндім, короче, не отқанын. Тоқта. Сағатқа қарады. Сағат граната бізге жаңа оружие көрсетті. Уақыт тоқтатып қоятын гранатты шар жарылған кезде. Камера. Давай, уақыттырш. Уақыт тоқтады, да? 5 секундқа дейін тоқтап қалады. Бетіне уасың ба? Типа, андай ше. Free Fire'да ұтылып қалған кезінде басыңа отырады ғой ше, или там эмоция седі, сондай прикол ғой мынау да. Бірақ ондаймен ойнауға болмайды негізі. Айттым ғой ойнауға болмайды деп. Мен түсінбегеннің тірлігі ғой сол. Дрель бір идея тапты. Жер тесетті артынан шығады, я? Не істеп атсың деді ғой. Бензопила. Skibidi бензопила. Skibidi, мынау не бәле? Туманнан біздің ТВ, обычный ТВ. И сағат средний андай. Бұл, короче, бұл бос андай бос қой. Skibidi әлемінде ше, Дафак Бумның әлемінде осындай базука нелер бар ғой, базука камера бар ше. Соның альтернативный мультиверс әлеміндегі адамы ғой, сағат. Примерно сондай денесі. В общем, базука камера ұқсайды бұл. Базука камера бар ма бұл әлемде? Жоқ, бұл жерде тек спикер постар бар екен. Спикер гигант болды. Ананы мен камера гигант деп атайтын боламын. Уақытты тоқтатты, короче, бізде уақыт аз. Бұлар базаға кіргізге батыр. Пакки көрсі, үлгеретші обязательно. Серьезно?
Болды ғой, шығарып ал скибидит, шығарып ал. Мен шок болғаным, бұны есімнен шығып кетті ғой, сағат бос бұны құтқарғаны ше сериясында, ана кезде өлейін деп атқан кезде құтқарған еді ғой. Осының кесірінен ше біздің сағат босымыз қазір бұнда. Бірақ мен сағат бос тұтқыннан апшығат деп ойлаған ем ше осы. Айтқаным болды, просто міне 10 секунд бұрын айттым ғой ше, и сразу құтқарады ғой. Ашалет, мені мынаның авторы точно мені естіп отыр, қарасаңдар достар. Камера. Ебай. Мынау типа андай ғой. Типа андай. Не дейтін еді бұндайды андай. Өлтіретіндер бар ғой ше. Зум ғалымның типа екінші осы әлемдегі версиясы ғой. Әссаған, леш бі күйдіріп. Кім түсінді? Кім түсінді осы жерде? Короче, мынау спикер не ғой? Woman. Спикер Woman 67-ші серияда басын өлтіретін еді ғой. Ал бұл жерде өлтірамайды. Себебі бұда шлем ғой. Бұның любимый техникасы ғой, пышақпен бейт басына кіргізу ше. Еба, спикер Woman'ды өлтірем а? Өлтірмейді спикер Woman. Главный герой ғой, спикер Woman өлмейді. Телепортмен. Вантусмен? Камера Woman? Вантус қайда? Вантусмен! Красавчик, лайксақ. Даже бұл әлемде де спикер. Осы менде бір теория бар. Сендерге айтайын дегенім. Вантусмен мен спикер Woman бір-бірін жақсы көреді. Себебі Вантус құтқарса, постоянно камера Woman мен спикер Woman бейт қуанады соң көрсе. Негіз спикер Woman жақсы көреді Вантусты, короче. Сондай теория бар менде. Бірақ ол точно емес ол. Скибиди әлемінде махаббат деген нәрсе жоқ негіз. Айди болу керек қой, мен естіп атса ше обязательно. Не болды? Не істеді? Сағат. Бұл типа датчик бұл. Байқандар ма мына жерде? Бәрі кішкентай нелер тастап қойды ғой жерге қайраңдар. Мынау 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оңғы қопты. 6 осындай датчик қойды. Датчиктер сынып қалды. Бұлар тірілдіру керек еді да бұл босты, бірақ магнит. Түсінікті. Магниттің кесірінен болмай қалды ғой бұның бәрі. В общем, достар, біздің спикер сағат босымызды құтқарамай қалды магниттің кесірінен. Блин, ендігі серияда ше бір қызық нәрсе болады. Менің ойымша осы кімді ше? Жаңағы магнит скибидиді спикер бос келеді да құтқарады осыларды. Менің теориям примерно сондай болу керек. 11-ші серияда спикер бос аяқта жүрген атысып ше. Одан басқа ешкім магнитке қарсы тұра алмайды. Магнитке қарсы тек спикер, камера или TV бостар ғана тұра алады. Сағаттардың бәрі почти 100% магниттен ұтылады. Магнит өткен сағаттың несі ол? Сағатқа қарсы нәрсе да. Сондықтан да сағаттар магниттен қорқады. В общем, серия өте күшті. Просто 10-нан 9 берем. Динамикасына просто 5 минуттық серия болса вообще зор болатын еді. Шағы минуттық серия, ё-ма. Шапалақ ұнады маған осы жерде. В общем, достар, бұл видео маған қатты ұнады. Бірақ бұның минусы босты өлтірмеді. Постоянно босты өлтіретін негізі. Бірақ бұлар созып атыр ғой әдейі. Бұл сериал ғой, сол үшін бұлар созғанды жақсы көреді сериалдарды ше. В общем, ендігі серияны күтетін боламыз. Айтып кеткендей болады деп ойлаймын. Осы спикер босымызды точно құтқарады бұны. Өйткені қашып кетті ғой бір жерге. Ол точно оралып, короче. Аларды құтқару керек. Сосын біз сағат босымызды тоже құтқаруымыз керек та. Оны құтқарғаннан кейін біз камера боспен қайтадан төбелесу керекпіз да. Және оларды жеңу керек. Сериал сондай болса,
ол тупо болады по идее ше. Ол значит мен уже серияны біліп қойдым деген сөз да. Негізі ондай болмау керек, бірақ мен сондай болса деп ну сондай болса деп сенемін короче ше. Бірақ ондай болмайды ғой, бұлар тағы бір нәрсе ойлап шығарады ше. Күнде бір студия бір нәрсе шығарады да жүреді. Сендерге бұл видео ұнады деген ойдамын. Обязательно лайктарың басыңдар. Комментарийларыңа үлкен рахмет. Реально үлкен рахмет комментарий қалдырып ше айтып кеткендеріңе. Осы 13 серия шықты. Мен білген де жоқпын 13 серия шыққанына. Өз пікірлерін жазып кетіңдер. Не істейін ендігі видеода вообще. Рахмет сендерге, короче. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар обязательно. Келесі кездескенше сау болыңдар.